Кейде адамдар болады, мен күнәһармын, күнәға батып кеткен белшемнен дейді, не істеймін? Яғни мен дозақтықпын деген сияқты өзіңіз осылай олай етуге болмайды. Қандай адам болса да, қандай күнә істемесек те, артынша дереу жақсылық істеу керек екен. Ол күнәні шайып жуып жібереді екен. Құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан мынадай керемет хадис келген. Иттақиллаха хайсума кунта ва атбихис саййиатал хасанати тамхуха ва халиқин наса би хулуқин хасанин. Алла тағаладан, қайда болсаң да Алла тағаладан қорқ және оған құрмет қыл. Бір күнә істегеннен кейін артынша дереу жақсылық жаса, күнәңді жуып жіберсін. Адамдармен мәміле жасаған кезде көркем мінезден ажырама дейді. Қандай керемет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өсиет айтқан. Құран кәрімде де Алла тағала тәубе етушілер жақсы көреді деп келтіреді. Көп жерде. Бұл не деген сөз? Қандай мәселе болмасын, күнә болмасын, Алла тағала тәубе еткеннен кейін тәубенің етушінің тәубесін қабыл етеді, жақсы көреді. Одан кейінгі мәселе, адамдармен мәміле жасаған кезде көркем мінезден ажырамау керек. Қандай бір мәміледе де көркем мінезділік көркіміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа хадистерінде де ислам ол көркем мінезділік деген. Яғни ислам осындай деген көп әңгіме жоқ. Не бар? Өте қысқа. Ислам көркем мінезділік. Адамның көркем мінезділігімен мұсылманшылығы. Адамның көркем мінезділігімен оның адамгершілігі бағаланады. Ол Алланың алдында да сүйікті, адамдардың арасында да сүйікті. Біздің жетістігіміз, біздің сауапқа кенелетініміз тіршілікте де болсын, жұмыста болсын, қоғамда болсын, отбасында болсын, ағайын туған туысқанның арасында кім көркем мінезді, кім сабырға шақырады өзін, кім мінезі көркем, сөзі жұмсақ, сабырлы, ашуын ақылға қондырады, жеңдіре алады. Осы адам әрқашан жетістікке жетпек. Екі дүниеде де жетістікке жетпек. Сол үшін біз ұтылатын жеріміз ол көркем мінезділіктің болмауында, ол дөрекілікте. Сол үшін ислам ол көркем мінезділіктен. Мұсылманшылықтың, нағыз мұсылманның бойына тек қана көркем мінез, жақсы ақлақ, жақсы мәміле тұнып тұру керек. Осы саудада болсын, тіршілікте болсын, 70, 60, 50% жетістіктің неде? Ол мәміледе. Сол үшін әсіресе саудагерлер өте жақсы біледі. Кім мәмілесі жақсы, соның саудасы көбірек жүреді. Өмірде де сол екен. Көркем мінез, мәмілеміз, адамдармен қарым-қатынасымыз биязы болса, жақсы болатын болса, өмірде де, қоғамда да өз орнымыз табамыз. Алла тағаланың да сүйікті құлына айналатынын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жеткізіп отыр.